Қайырлы кеш, құрметті достар. Бүгінгі біздің онлайн концертімізге қош келдіңіздер. Бүгін Нұрәлі екеуміз сіздерге өзіміздің авторлық шығармаларымызды орындайтын боламыз. Және де оның арасында жаңа шығармалар орындап береміз. Ал ендеше концертімізді жайғасып тамашалаңыздар. Добрый день, дорогие друзья. Добро пожаловать на наш онлайн-концерт. Сейчас я вам исполню свое произведение «Ұмытпа». Құрметті достар, қазір орындайтын шығармам «Ұмытпа». Большое спасибо. Келесі орындайтын шығармам «Үміт сәулесі». Следующее мое произведение «Луч надежды».
Келесі орындайтын шарман «Алғы сапар». Следующее произведение, которое я исполню, «Путь домой». Приятного прослушивания. Большое спасибо. Келесі орындайтын шарман Өмір ағым.
управлять Нушаном менің жолом. Следующее произведение, которое я исполню, называется «Мой путь». Приятного прослушивания.
которое исполню вдохновение. Приятного прослушивания. келесі орындайтын шығарма менің ағам орындап берген. Авторым шығарма Бауыржан. Құрметті достар, қабыл алыңыздар. Бауыржан Момышұлы атамызға арнап шығарған «Шантимес» атты күйім.
Это был кий, посвященный великому герою казахского народа Бауыржан Момышұлы. Құрметті достар, ал енді мен Абай атамызға арнап шығарған Абай толғау атты күйімді орындап берейін, қабыл алыңыздар. Дорогие друзья, я хочу исполнить теперь произведение, которое посвятил великому поэту Абаю Құнанбаеву. Приятного прослушивания. Құрметті достар, ал енді халық ақыны Есдәулет Қандиековке арнап шығарған Есдәулет атты күйімді қабыл алыңыздар. Дорогие друзья, а теперь я исполню свое произведение под названием Есдәулет. Это произведение я посвятил народному акыну Казахстана Есдәулету Қандиекову. Приятного прослушивания.
құрметті достар, ал енді мен ортаға біздің бауырымыз халықаралық республикалық конкурстардың лауреаты әнші Халид Орынқұл бауырымызды шақырғым келіп отыр. Халид бүгін менің ауылым атты авторлық әнді орындап береді Нұрәлімен бірге, және де Нұрәлінің Атамекен атты әнін орындап береді. Қабыл. Друзья, а теперь я хочу пригласить нашего брата, лауреат международных премий, конкурсов, вокалист Халид Орынқұл. Он исполнит сегодня вам наши песни с Нурали «Ауылым и Атамекен», посвященные Родине. Приятного прослушивания. Жарғамыз
Үлкен рахмет. Большое спасибо. Келесі орындаймыз. Менің әнім Атамекен бабамыздың. Большое спасибо. Келесі орындайтын шығармам «Аққу». Следующее произведение, которое я исполню, «Лебедь». Приятного прослушивания.
екеуміз сіздерге менің «Аналар арманы» атты авторлық күйімді орындап береміз. Қабыл алыңыздар. Дорогие друзья, а теперь мы исполним с Нурали мое произведение под названием «Мечта матерей». Приятного прослушивания. Дорогие друзья, а теперь мы с Нурали исполним произведение Нурали «Птица счастья». Приятного прослушивания.
біздің концертіміз аяғына да жетіп қалды. Ең біріншіден біз Пианос KZ орталығына үлкен алғысымызды айтқымыз келеді. Осы керемет рояльді бізге ұсынып беріп жатқанына, локацияны үлкен рахмет Пианос KZ-ке. Және де біздің Халид бауырымызға үлкен рахмет айтқымыз келіп отыр. Бізге қолдау көрсетіп, концертімізге қатысып жатыр. Достар, алдағы біз концерттерде Халид бауырымыз бізбен бірге өнер көрсететін болады. Дорогие друзья, на этом концерт подошел к своему концу. Мы хотим поблагодарить салон Пианос KZ за поддержку, за то, что предоставили нам великолепный рояль, локацию. Большое спасибо за поддержку. А также хотим поблагодарить нашего брата, прекрасного певца Халида Орункула за то, что нас поддержал. Друзья, мы хотим сказать вам огромное спасибо. Мы будем часто давать вот такие вот концерты. А также скоро открываются залы. Мы хотели бы дать живой концерт. И будем вас уведомлять о новостях. В скором времени мы в городе Алматы дадим наш сольный концерт с Нурали. Всех приглашаем вас. Құрметті достар, алдағы уақытта біз Алматы қаласында өзіміздің шығармашылық кешімізді беретін боламыз. Всем огромное спасибо. Үлкен рахмет. Осы біздің концертімізді көрген үшін, бізді қолдаған үшін алғысымызды айтамыз. Всем огромное спасибо. До скорой встречи. Рахмет, сау болыңыздар.